Мен 10 жаста болғанда әкем маған қуыршақ сыйлаған болатын. Қуыршақ әдемі әрі үлкен болатын. Менің бойымның жартысымен бірдей. Оның алтын бұйра шаштары және көк көздері болатын. Үстімде әппақ көйлегі болды. Маған әкем қуыршақты бергенде айтты: "Бұл марқұм әжеңнен қалды" деді. Қуыршақ қаншама жыл бойы чемоданда биікте жатыпты. Оны әкем көріп маған әкелген екен. Мен қатты қуандым. Өйткені бұл жасымда қуыршақ ойнаған маған әлі де ұнайтын. Бірінші күні қуыршағымды төсегімнің қасына өзіммен бірге қойдым. Мен қорқынышты түс көріп ояндым. Және қуыршағыма қарасам, ол маған қарай бұрылған және маған тесіле қарап тұрды. Бірақ мен бұған мән бермедім. Мен қайта ұйықтауға тырыстым, бірақ ұйықтай алмадым. Бірнеше минуттан кейін қайта көзімді ашып қуыршағыма қарап едім. Ол қайтадан маған тесіле қарап тұр. Мен оны тірі деп те ойладым. Әрине, балалардың ойы ғой. Бәлкім шынымен де солай шығар деп қуыршақтан сұрадым: "Неге маған қарап тұрсың?" Әрине, ол ештеңе демеді. Бірнеше минуттан кейін мен қайта ұйықтадым. Келесі күні ұйқыдан тұрғаннан кейін үстімде көгерген ізді байқадым. Дәл қуыршақтың алақаны. Мен қуыршақ туралы ойладым. Бөлмеме жуынып оралған соң қуыршаққа қайта қарадым. Бірақ ода бәрі дұрыс. Денесі түсу, көзі потолокқа қарап тұрды. Бөлмеме әкем кіріп: "Жылдан кейін тіс дәрігеріне барамыз" деді де шығып кетті. Күні бойы дәрігерде жүрдік. Шаршап үйге келдік. Мен ұйықтамас салдың қуыршақты басқа бөлмеге апарып тастадым. Мен қайта қорқынышты түс көрдім. Ол жерде қуыршақ маған тесіле қарап, қатты қарқылдап күлді. "Сен менің құрсауымдасың" деді. Мен шошып ояндым. Көзімді ашып қарасам, қуыршақ басымда маған тесіле қарап отыр екен. Мен қатты шыңғырып жібердім. Әкем жүгіріп келіп есікті ашып жарықты жақты. "Не болды?" "Мені қуыршақ қатты шошытып жіберді. Содан қорқып қалдым." Әкем күлімсіреп: "Бәрі жақсы болады" деді де кете берді. Бірнеше уақыттан кейін бәрі басқаша болды. Әкем ұйықтап қалды. Мен әлі де ояумын. Әлі де сан түрлі ойдың жиегінде отырмын. Бірақ тағы да қуыршақтың мына жаққа қалай пайда болғанын түсінбей-ақ та қойдым. "Әке!" Ол келмеді. Мен қатты жыладым. Қуыршақ маған әлі де қатты жымиып қарап тұр. Жоқ, ол күлімдеп тұр. Мен не істерін білмеген соң оны терезеден лақтырып жібердім. Бірден қонақ бөлмеге барып телефоннан жедел жәрдемге қоңырау шалдым. Олар жылдам келді, бірақ ештеңе істей алмады. Әкем о дүниелік болды. Дәрігерлер менің туыстарыма айтты. Мені алып кетуін өтінді. Туыстарым келген кезде мен кішкене ғана өз-өзіме келдім. Бұның бәрі қуыршақтың екенін түсіндім. Сыртқа шығып қуыршақты іздедім, бірақ таппадым. Қазір мен 16 жастамын, бірақ әлі де қуыршақ туралы ұмыта алмадым. Кейде түсіме де кіріп тұрады, бірақ әрдайым әкеммен бірге қатты күлумен болады.